Достар, ойлаңдар, жалпы біз бүгінгі видеода бір ай уақыт кірмеген Тайвань регионына саяхат жасайтын боламыз. Және де алдыңғы видеоның жеңімпазы дәл осы бала, егересінде дәл осы бала сияқты жеңімпаз атанғанын келсе, ендеше мені 1000 подписчикке жетіпсіз. Яғни маған тіркеліп, осы видеоға лайк бас, және де осы видеоның кез келген жерінен құпия сөз тауып, мені жалпы керемет настройка алсындар болады. Ал ендеше жалпы енді біз алдыңғы видеолардың біріне Тайвань регионына саяхат жасаған болатынбыз. Ал енді бізде жалпы бір ай өтті ол видеоны салғанына. Сонда бізде бір айдың ішінде Тайвань регионына қандай заттар қосылғанын бірге көретін боламыз. Ал ендеше ол регионға саяхат жасаған кезде ең әуелі біз настройка кіріп аккаунт базы дәл осы жерден, яғни бізде мына екінші тұрған тіл, бұл пайди Тайвань тіліне таңдайтын боламыз. Аккаунт әдеттегідей шығамыз да, одан кейін Free Fire'ды, яғни түгелімен тазалап қайтадан кіретін боламыз. Так, біз Free Fire'ға кіріп атық. Так, Гарена дейді. Так, сосын бізге не жат? Міне көріп отырсыңдар, әдеттегідей астағы тіл бізде өзгерді. Ал енді осы жерден біз әрине так бір новойдан бір Google аккаунтты қарайық, бізде қандай аккаунт бос екен. Яғни мен алдын дайындап қойған дәл осы аккаунт бос тұр екен. Так, бізде міне кірді. Так, көрейік, бізде ник сұрау керек байтебе. Міне бізден ник сұрап жатыр. Біз қазір не ник қоямыз? Әдетте біз Бумайхан 1,5 никті қоя саламыз. Біз өзіміз түсінбейміз. Так, неге? Ма көндірі ма? Маған әдемі жіберді. Біз үшінші таңдап так кірдік. Так, осы жерден бізде түсіндіріп жатыр. Типа ойынға новойдан бастағаны құттықтай мана. Міне осы жерде ескертетін жағдай, біз әрине неше екіншісін таңдаймыз осы жерден. Өткен біріншісі, яғни біздің регион KIS деген СНГ регионы. Так, бізде не сұрайды екен бұл жерден? Так, бізде не сұрап отыр? Так, бәрі қойылды. Енді міне біз кірдік. Енді жалпы енді Тайвань тілінде біздің пайда ешқандай игрок түсінбейді, негізі қандай екенше. Так. Не сұрап тұрмын мен? Не сұрап тұрсың? Не сұрап тұрсың? Ой, кетей па, кетей. Не сұрап тұр менен? Не нау? Не зат мынаны білесіңдер ма? Жоқ, мынау не зат, мен түсінбедім. Қайтып ойынға кірдік енді, білмеймін. Жаңағы не екенін түсінбедім мен, сол үшін ойынға амал жоқ қайтып кірдім мен ше. Давай енді біз не істейміз? Біз үнемі өздерің білесіңдер, яғни біз кіреміз әрине джекпотқа кіреміз. Так, бұл жақтың джекпотында жалпы бізге әдеттегі 10 купон ашқанда басқаны не береді бізге? Әрине парашют. Басқа не береді дейсің бізге? Мына жағында керек затты керек емес заттар. Так, мына жағында бізге бесплатно өткен, енді байқап отырсыздар, барлық региондарда бірдей шығып жатыр. Так, бізге бесплатно не береді екен бұл? Не береді екен бізге? Купон суда. Бір купонға мен дымы жетпейді ғой, мына қуа деген ғой. Шемі достар, бізге емес қонда Тайвань регионына ойланыш, мынау жалпы бұл енді олд викторлардың бірі. Осы виктор шыққан ғой, бірақ менше жалпы именно осы золотый викторын бізге де шықты. Осы мен байқамаппын ше. Бізге не шынымен де викторға осы ескен шықпайды. Егер де білетін болсыңдар, осы видеоның комментариясына жазуды ұмытпаңдар. Өйткені мен мына викторларды жоқ, осы 3 виктордың түрін көрдім да, мен именно осы золотый светін көрмеген, сонда әлі мен өзі мән бермеген басына. Еще ойлаңдаршы, бізге бұл жақта алғаш пакетке, яғни 11 пакетке 80% скидка. Сонда біз 500 алмазға ашудың орнына біз небәрі 100 алмазға ашамыз ғой, ойлап қараңдаршы. Еще ойлаңдаршы, тек бізде қарашы небәрі, короче, 6 призы осы жердегі тек қана жетонда ішін. Еще ойлаңдаршы, бізде 100 жетон, 10, 50, тек қана мына үшеу ғана аз демесең, қалғанын барлығын майшақаты тез жинап алуға болады ғой. Ал енді көріп отырсыңдар, бізде сонда 6 жетоны пайда, бізге не важно, даже 3 жетон ғана. Ал мына жақта неше приз? Так, бізде 8 призін түсіріп алып ойнаш. Сонда пайда біз бір шына 100 алмаз беді. Осы жақта жалпы ең болмада мыналар түспеген өзі, мына наборларды гарантия түсіреді екенбіз ғой. Еще мынада егер де так жетпеген жетон жап, осы жердегі жалпы наборларды обмен істейік өт. Енді мына олды набор былайша әдемі өте богатый көрінеді. Оны жалпы бізде игроктардың көбісі біледі. Негізі бұны кие қоймайды, былай лоббиға видеосүрге әдемі. Енді қызды енді көбісі ұната қоймайды деп ойлаймын енді. Жарайды, біз енді келесін көрейік. Бізге ойланаш Тайвань регионы, бізге бұл пайда әлі шыққан жоқ, бірақ Тайвань регионы осы сәт шығып тастаған ғой. Ойлап қараңаш, еще походу бұның бітуіне 3 күн 22 сағат па қалған. Ішінде ема назаттар бар ғой, ойланаш.
Бізде короче не только мына зат астында заттар көрінді ма, міне мынандай эмоция бар екен. Еще бізге бұл пайда шыққан андай екі катананың түрі бар. Ема чоза катана, мына новыйдан шыққан катананың түрі, өйткені бұл катана жалпы бұрын сонда шыққан. Еще бізде только мынаумен шектелмеген ғой главный приздары. Мынау набор бар, мынау. Так, мына екеу, пайде мына екеу мен білем, главный приз инкубатор жалпы самурай инкубатор. Мына екеу екінші приз ал, мына екеу үшінші приз. Еще ұлында қызында алғады. Былайша жалпы біздің регионда именно осының басын жалпы қыздарға ұнайды. Әсіресе қыздарға міне осы главный признің басы ұнайды. Көндірме өте әдемі жалпы, иә. Негізінде былайша именно осы қызғарланған осы скиндер жалпы әдемі. Еще так бізде тек осы главный приз емес. Бізде мына набор бар ғой еще. Мынау бар енді, бұл енді қандай қатты әдемі емес енді. Еще қыздарға ана биомеханический воинның қыз түрі, мынау ұл түрі, еще осы екеуінде шығарған ғой. Бізде тек қана осы кезде пайда көп тұр, либо алып тастады ма? Егер де білетін болсаңдар, осы видеоның комментариясына жазуды ұмытпаңдар. Еще так мына жерде міне көрдіңдер ма? Біз лутбокс түрі арқылы мына екі ұлдың да қызына наборын алып кетеміз. Ал астындағы заттар көретін болсақ, пайда навсегда. Сонда бізге мынастар түскенде болса, тәне қайып түседі. Еще оружиеге 4 скин жалпы тегін береді. Еще так мынандай футболканың неше түрі бізде 4, 5, 6, 7, 8 түрі. Яғни алдына жұмыртқаны суреттатын, неше түрлі свет бар жұмыртқаны суреттатын 8 түрлі футболка келеді ғой. Ал енді біз келесі не бар екенін көрейік. Мынадай AVM'ге скин тұрған, ойлаңдаршы. Әлі бұның бітуіне 9 күн бар ғой, 9 күн 22 сағат. Енді примерно 10 ге таяу уақыт бар. Еще бұда 100%-ке ема не только AVM жалпы бізде. Ойлаңдаршы, мына заттардың өзі жалпы бос инкубатордың наборларының өзі дәл осы шет ғой. Еще дәл соның қарындаш, міне мынау главный приз, мынау AVM сәйкес келеді, мына екінші приз, мынау AVM, мынаған мынау AVM сәйкес келеді, мынаған мынау AVM. Яғни сонда бұл инкубатордың жалпы адамдарына дәл осы AVM-ның скиндерін сәйкестендіріп қойған ғой. Еще бізде лутбокстың жалпы так ема мынандай еще рюкзак бар. Мынандай рюкзак бар. Скейтборд мынандай түр бар. Жалпы бұл олттардың бірі мынандай бір лутбокс бар екен. Яғни бізде не только бізде мына жақта көндір ма? Сонда бізге короче бай ғой ең простой енді мына оружейный скиндер, бірақ оны оружейный скиндер тап примерно 6 оружие, ал қалғанның барлығын бізге бірден түсіруге болады. Сонда ойлап қараңдаршы, жалпы 100 алмазға сендер примерно бір 2-3 скинге осындай оружие түскеннің өзі 7 жалпы зат тап кетесіңдер ғой. Сонда 100 алмаз ғана құрты ойлаңдаршы. Жалпы осы кезде Тайвань регионында әдемі скидкалар болып отыр, негізінде байқап тұрсыңдар ше. Алғашқы президент жалпы егер мына жақта наборлардың өзі тіпті түсіп кетуіне дейін шанс бар негізінде. Ал бізде келесіде мынандай, яғни дусолкының, екі оқтық дусолкының жалпы инкубаторына скин шыққан екен. Так, әдеттегідей енді жалпы ең мықты дусолкының бірі. Еще байқап отқандарына осыны қолға ұстағанда өте әдемі, яғни галактический не ғой, кәдімгі дусолкының екі оқтық скин. Еще бұның былай қарапсаң білет, жалпы негізі бар үйректі характеристикасының өзі мықты, яғни есіне сондай ойнағанда әдемі хетте кетеді, урон да бар. Еще алыс қарайшы да ойланады, жалпы әдемі скин. Еще мынандай жалпы скейтбордтың түрі шыққан, пайде бұл осы дусолка яғни сәйкесендіріп шығарған сияқты, өйткені көріп отқандар артынан да бір галактика сияқты бір затта тұр екен. Еще бізде келесі мына наборды қайтадан қосқанға ойлап қараңдаршы. Бізге бұл набор пайда біраз болды, уже бір 2 жылдың, 1 жыл енді 1 жыл 2 жыл емес, бір жылдың көлемі болды. Ал мына жаққа қайтадан қосқан осына болды. Сонда жалпы бұл набордың мағынасын егер де білетіндер болса, осы видеоның комментариясына жазуды ұмытпаңдаршы. Өйткені мен түсінбедім. Мына пайда кубик рубиктікі, бірақ мынаның жалпы мағынасы не, бұл набордың үстіне не киіп алған, сонда қалай. Бірақ негізінде былай ыңғайлы наборлардың бірі, өйткені қарап отқандардай бүйтіп кәдімгі шашыраңқы заттар жоқтай шыққандай. Кәдімгі удобный набор негізінде. Ал дәл осы мынандай рюкзагы бар екен, еще мынандай лутбокс бар екен. Так, бұл да пайда осы наборға былай келетін зат, өйткені көріп отқандар мына жақтарына бүйтіп қырларында бүйтіп бір қырлары бар ма сондай. Еще никсмена 7 күндің мынандай еп уровень көрсетуге 2 есеше уровень көтереді. Еще мына бұқа набор тұр екен. Пайда мен бұны көрген сияқтымын. Алдын қайда осы жылы әлі тұр екен. Еще сонда болсын бітпеген екен ғой. Так, касалары барлығы тұр. Никсменасы мен еще мынандай типа егердесіне бір кәдімгі примерно 300 монета жазар, есіндегі 600 монета береді ғой, типа 2 есе көйіп береді. Ал бізде келесі ема мынау скин шыққан ба не? Бізге мынау әлі шыққан жоқ қой. Ойлап қараңдаршы, мынау регионға жалпына екеуін уже қосып тастаған ғой.
еще астына мындай футболканы сразу навсегда беретін еп тастаған ғой. Сонда мына жақта ешқандай керек емес ат жоқ тұр. Ойлап қараңдаршы, 100 алмазға сонда мына жақтағы мына екеуі түспегеннің өзінде сендер 11 футболканың жалпы скин алып келесіңдер ғой. Еще алғаш барып 5 бат екен, так біз ашып көрдік, не бар екен. Уже көрдіңдер ма? Біз мына футболканы уже навсегда түсіріп алдық. Бір футболканы. Так, бізде мынандай еще мынандай уровень көтеретіндей несілермен тұр екен. Сонда примерно 1000 уровень, 1000 еп қалсақ, сонда бізге пайда 10 уровень сразу көтеріп береді екен. Ал астына түсейік. Енді біз келесе, мынау не набор мынау? Золотой джекпотқа мына жақта мынандай набор шыққанға ойлаңдаршы. Мен мынаны әлі ешқандай регионнан көрген жоқ қой. Сонда бұл набордың мағынасы не? Сонда жүрегі ішіне қарасаңдар, жүрегін бет екі жаққа бөлген, ортасынан пышақ тыққан сияқты, осындай сияқты бір бөлек тұр екен. Так, енді бұл пайда қатты маңызы жоқ. Так, бізде так мынандай шашы бар екен, еще маскасы. Пайда әдемі набор еді, былайша қарап тұрсаңдар, қыздарға жалпы киюге әдемі набор. Үстімен жалпы лайсинасы өте керемет екен. Еще так анимация сияқты бір заты бар екен. Так, бізде оружие деген, бұл оружиелер бізге керек емес. Ал алмаз жекеута мынандай эске скин шыққан ғой. Біздің жалпы ешқандай регионға әлі шыққан жоқ. Еще мына жаққа эске скин шыққан. Магический кубтар бар. Осындай жалпы навсегда түскен заттары бар екен. Аватарка, фондары. Еще астына көрдіңдер ма? Мына киімдерде яғни навсегда түсіріп алды екен. На жалпы скинді түсіріп алу екен. Так, мынандай заттар енді бұландай қатты емес, бірақ әсіресе бізге ішіне жалпы көппен мына эске скин. Енді бұның характеристикасы көрінбей тұр. Егер алдағы уақытта біздің есенгі регионға шыққан кезде көретін боламыз. Өткен бізде Тайвань түрінде тұр, оны жалпы бізде ешкім түсінбейді негізінде. Жарайды, бізде инкубатордан мынандай инкубаторды қайтадан қосқан ғой. Яғни бұл пайда енді мен бұның нақты атын білмеймін, просто өзім айтуымша бүйтіп сурет салатын типа Субайзыптағы ғана персонаждар бар ғой, сурет салыптан оны жалпы олттар білет. Жалпы Субайзып ойнаған ероттар болатын болса, мен ойнадым деп осы видеоның комментариясына жазуды ұмытпаңдар жалпы. Так, бізде алғашқы тұсында негізінде на екеуінің пайда чертежі бірдей болу керек, бірақ олдығы әсетті көп екен. 2 чертеж 7 камен, аяқта қыздікі 2 чертеж 5 камен. Так, мына жақ кеуіті 2 чертеж 4 камен дейді. Мына 1 чертеж 3 камен, жалпы мына екеуі 2 чертеж сонда қалай мен түсінбедім. Жалпы осындай заттары бар екен. Ема, мынау инкубатор әлі тұр ма не? Әлі бітпеген инкубаторы. Мыналар пайда пропустын заттар еді ғой, мына жаққа қалай инкубаторға қосқан мен түсінбедім. Арена қуама не? Жарайды, біз бүгін әзірге тоқта тұр. Біз 50 победка ашақ, соны бияқтан шертеж береді екен, е? Камен береді дейді. И осындай жалпы купоны енді мынау жалпы енді олттар ғана білет. Осы жалпы ненің купоны екенін егер де білетін олттар болатын болса, осы видеоның комментариясына жазуды ұмытпаңдар. Ал біз келесі не көреміз? Әрине біз қазір магазинде көреміз. Так, осы жерден бас шереміз да магазинге кіреміз. Бізде жалпы бір айдың ішінде қандай заттар өзгерген екен магазинде. Так, көріп отқандарындай, так, мына жақта осы заттар шыққан екен. Бұл енді бізге маңызды емес. Ешқандай жақта набор қоспаған, өйткені new деген ешқандай жазу жоқ. Мынандай улбокстар біз пайда бір жақтан көрген сияқтымыз. Так, мына заттарды жалпы ойлаңдаршы. Мына жақта қалпақтардың біз примерно осы жерге дейін монетаға дейін даже алуымызға болады ғой. Бізде бұндай скидкалар жалпы есенгі регионда қарастырылған ма? Жалпы білетіндер болса, давайте осы видеоның комментариясына жазуды ұмытпайық. Еще мынандай жалпы маскалердің де түрлері бар екен. Очки, мына масканың түрі бар екен. Бұл маскалы біздің даже магазин қосылған жоқ. Қосылған жағдайдың өзінде бізге дебір алмаз ғана шығады. Бізге монетаға шықпайды. Мына жақта 15 монета дейді. Так, бізге так мына заттар енді бізге шықпаған. 2018 осындай майкларын жалпы новойдан кейін үйреттер үшін және олттар үшін жалпы осы заттарды алып алуға болады. Көріп отқандарындай біразы жалпы монетамен көрдіңдер ма? Бая киюге болады мына киімдерді. Еще мына жақта шалбарларының өзін, штанилардың өзін кәдімгі монета алып қойған ғой. Штани. Енді бұлардың мықты штан демеймін, бұлайша былай новойдан бастан ероктар үшін жалпы киюге болады. Яғни оларға жасалған скидкасы де болады. Ал бізге келесі так аяп киімдері дәл солай болып қалған екен. Ал наборлар дәл сол баяғы біздің регионмен бірдей екен. Так, эмоцияны көретін болсақ, мына эмоцияны бізге Майкл Джексонның IB деген мысалы осы кезде осы регионда магазинде тұр екен ғой. Еще қыздар ғана мынандай эмоция бар екен. Skyjetтерден так бізге маңызды емес. Рюкзактардың өзін даже монета қоссан ғой. Так, мына жалпы мынау ғана шықты, жалпы new деп шықты, жақында ғана шыққан осы ғана туалет жалпы лутбокс. Так, скейтбордтарда да монетамен бар ғой, ойлаңдаршы. Парашюттарда монета.
тіпті мынандай машинаның скиндары, яғни светі жанбайтын машинаның скиндерін жалпы бізге осы регионда монетаға шығарған екен. Тіпті мынандай аватаркалардың өзін ойланыш, монетаға тұр ғой. Музыкалардың өзі монета. Сонда жалпы Тайвань регионы қайқап тұрсында новыйдан бастаған игроктар үшін тіпті жалпы өзіне ұнаған кейбір заттар болады. Мысалы біздің регионда тематика скиндер, но былай ұнайды, бірақ ода алмазы, ал мына жақта жалпы монетамен алуға болады ойланыш. Жалпы сендер ақшаларын құртпай ақ қойсыңдар. Еще мынандай оружиенің скиндерді жалпы осы жақта монетаға тұр екен. Так, көріп отқандардай мына жерде так енді бұларды біз білеміз. Так, мына жақтардан эмоция, так мына ема чудо. Мынандай скин шыққан монет шимпанзеге. Мына скин жалпы бір жет байқап тұрмын. Так, бізде астан түсейік, бізде мынау жеңіз бұл. 不要脱队。哎呦，你脸红了，这么说很有哦。哎呦，すみません。我这里有些。 Ойлаңыз, мынадай звуктар шыққан екен, е? Бізге әлі шыққан жоқ мынадай звуктар, ойлаңыз. Сонда мына жақта қалай дамып кетпей бізге қарағанда. Әдемі былайша нелері. Ал магический кубта бізге пайды ешқандай набор қосылмаған, е? Мына жалпы бұл заттар біз көрген бод. Бірақ көндер ма? Көбісі жалпы оружиелерді кубта тұр ғой. Легендарный оружиелер. Маскіден ема жағы маскының жалпы бізде қыз түрін көрдік қой. Дәл соның ол түрін қызыл жетона тұр ғой. Бізге әлі шықпаған бұл заттар. Бірақ мынаның күртешесі әдемі екен, ал олдың күртешесі пайды нормальный. Маскасын киюге болады. Так, шашы енді оны не тоты. Так, мына очки әдемі екен жалпы. Так, поты, штаны пайды нормальный. Примерно 70% нормальный берем. Онан 7 берем да енді. Ал енді бізге еще мына регионға мынандай заттарда қосқан ойландар. Осы заттарда қосқан. Ал енді бүгінгі видеода жалпы көргендеріндей Тайвань регионда енді мен енді сендерді білмеймін, жалпы өзімнің жеке пікірім. Жалпы мынада бұл регион. Өткені көріққандай магазин көп нәрсе скидка. Еще бізге қарағанда джекпоттары ертерек жетіп, пайды Индонезия сияқты. Индонезия регионда сондай еді, былайша көп джекпоттар былай басқа региондардан әлде қайда ерте жүреді. Жалпы осы шыққан заттардан қандай заттар шықты, соны осы видеоның комментариясына жазуды ұмытпаңдар. Және де осы видеоны жалпы давайте кез келген жерде бір құпия сөз болған. Енді соны осы видеоның комментариясына жазып, және астана өздерінің телефондарында жазуды ұмытпаңдар. Мен сендерге соған байланысты керемет настройка беретін боламын. Және де осы видеоны давайте өзіміздің достарымызбен бөлісе керек. Жалпы олар да біліп жүрсін Тайвань регионында қандай заттар шықты, және сол заттар енді бізге де алдағы уақытта қосылатын болады.